Сәлем, инста құрбым. Бүгін мен саған боне мен скафандрдың айырмашылығын айтатын боламын. Орамалдар, бастары осындай прямой және де мынадай X болып бөлінеді. Бұл біздің басымыздың пішініне қарай өздеріңізге ұнаған прямой немесе X түрін таңдап таға аласыз. Мен өзім осындай прямой тағамын. Боне бұл біздің шашымыздың арқасын түйген кезде ұстап тұрады. Завязкамен бірге болады. Қазір ашып көрсететін боламын. Менің қолымда боненің X образный түрі. Міне, артында осындай завязкасы болады. Бұл біздің шашымыздың дулькасын ұстап тұрады да. Мына завязканы басыңыздың өлшеміне сәйкес байлай аласыз. Менің басымдағы міне іш жағындағы прямой боне, амында X боне. Басыңызға жарасатынын тақсаңыз болады. Сыртынан осындай шарфтар, органза шарфтар, Калифорния шарфтар, жатка, әртүрлі шарфтар таға бере аласыз. Скафандр бұл бізде полный мойнымызды жауып тұрады, иегімізді жауып тұрады. Бұның сыртынан жаңағыдай шарфты, кез келген капюшонды барлығын таға аласыз. Скафандр бұл бізде мойнымызды жабады, боне біздің мойнымызды жаппайды. Осы ғана айырмашылығы бар, қыздар. Орамалға енді келіп жатқан құрбыңа жіберсең болады.